әкемнің өзі зорлап өскен. Соған мен заявление жазайын десем, заявление жаза алмай отырмын ғой. Где у нее синяки? Она сама себе может эти синяки сделать. Әкесі зорламаған. Вы чё ее? Ана бір қыз болған соң даже үйін жинатпаған ғой ол қызға. Ол қызды мөпелеп ұстаған. Қайдағы зорлау? У нее синяки же, дейді. Поверьте, синяки она может сама сделать. Она когда в таком состоянии, она бьется об стены, бьет руками стены. Оны көргенбіз біз, о, еще так трясет. Мен мысалға Жапар Жамбулатқа таратыңдар ал. Оны мектептегі менің бүкіл мұғалімдерім білет. Оны жасырып отқан. Бүкіл РУВД, МВД біледі. Ал, Арқалық қаласының РУВД, МВД-сі. Ал, не істейсіздер? Айбек Қалиев, мен мамам жұмыста отқан, білесіз ғой сіз оны. Ол кісі сол қылмыстық іске әрекет жасаған адам, ол кісі Мұхамбетжанова Ғивас. Менің зорланғанымды көзбе-көз көрген кісі, мысалға, ал осы әріптерді таратыңдар бүкіл тиктокқа. Айбек Қалиев, неге үндемей отырсыз сіз мысалға? Неге Айбек Қалиев бәрін біле тұра, неге үндемей отыр? Мұхамбетжанова Ғибас Сәбитбек қызын мысалға сол қылмысты көре тұра, көзді жұмғаны үшін. Не үшін? Айтыңыздар, Арқалық қаласының полиция басқармасы. Ал, өліңде ал. Сот алдында бәрін айтып шығам мен. Шықпайым эфирдан. Кім зорлаған бәрін айтып шығам. Кімнің не істеген айтып шығам. Біліп жүріңдер, балаларыңды байқаңдар, қыздар.